Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет, дәмі тіл үйіретін восточный пирогты дайындайтын боламыз. Ең алдымен тестасын жасап аламыз. Ол үшін бізге 300 грамм ұн қажет болады, 150 грамм ерітілген сары май, 100 грамм қант, 2 шай қасық қопсытқыш қажет болады, және де 2 жұмыртқа. Енді барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Менде ұн кішкене жеткіліксіздеу болды, сол себептен тағы да 50 граммдай ұн қолдандым. Сіздерде осылай шамалап, өздеріңіздің ұндарыңызға қарап қолдансаңыздар болады. Қамырымыз дайын, тұндыруды қажет етпейді, бірден қолдана береміз. Пергамент қағаз төселген табамызға осылай қамырымызды жайып аламыз. Мен осылай 2-ге бөліп алдым. Солай ыңғайлы маған. Осылай бірінші бөлігін жайып алып, екінші бөлігін шетіне жаятын боламын. Қамыр өте жұмсақ болады. Қатты артық күшті талап етпейді. Осылай жайып жайғастырып алдық қамырымызды. Енді салмасына 150 грамм жаңғақты пайдаландым. Осылай үлкен етіп пайдаландым. Сіздер оны майдалап қоссаңыздар да болады. Және 80 грамм мейізді қостым. Енді бізге бір банка осындай қойылтылған сүт қажет болады, яғни сгущенка. Ең сапалы түрі осы Три желанияның сгущенкасы. Мен әрдайым осыны пайдаланамын. Каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. «180 градуста қыздырылған пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.